сәлеметсіз бе? Кешіріңіз, көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы, рахмет. Сізбен 25 қазан республика күніне орай ойын ойнатайын деп едім. Оған театрға билет ұтып ала аласыз. Электронды түрде біз сізге жіберетін боламыз. Сізде екі нұсқа бар. Біріншісі 5 сұраққа жауап беру, ал екіншісі тұлғалардың атын атау. Қайсысын таңдайсыз? Екіншісін. Тұлғалардың аттарын, иә? Біз енді мына кісінің кім екенін білесіз бе? Майли. Бейімбет Майли. Бейімбет Майли. Ал екіншісі мына кісі? Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай Алтынсарин, дұрыс. Алихан Бөкейханов. Алихан Бөкейханов, дұрыс. Ильяс. Біздің үш бәйтерегіміздегі Ильяс Жансүгіров. Және де білмейтін. Бес арысқа жатады ішіне. Бізге еңбегі сіңген қазаққа қайраткерлеріміз, қоғам қайраткерлері. Мағжан Жұмабаев. Мағжан Жұмабаев. Мағжан Жұмабаев. Это... Көзінде очки бар, ағай. Я знаю, я забыла. Ахмет Байтұрсын. Байтұрсынұлы. Байтұрсынұлы. Ал мына кісі қазір бізде Оян қазақ деген несі түсіріп жатыр ғой, киносы, кинотеатрда болайын деп жатқан. Міржақ Дулатов. Ал мынау кісі бізде бес арыстың ең бірінші, үш бәйтеректің ең бірінші аталатын тұлғасы, ірі тұлғамыз. Сәкен Сейфуллин. Сәкен Сейфуллин. Өкінішке орай билет ұтып ала алмадыңыз. Үш сұрағымызға жауап бердіңіз. Рахмет сізге көп. Рахмет сізге де. Сау болыңыз. Сәлеметсіз бе? Көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы, рахмет. Сізбен бір ойын ойнайын деп едім. 25 қазан республика күніне орай ойын ойнатып, сізге театрға билет ұтып алуға. Сізде екі нұсқа бар. Біріншісі 5 сұраққа жауап беру, ал екіншісі тұлғалардың атын айту. Суретпен, иә? Тұлғалардың атын айтайын, иә? Көрсетіп тұрасыз, иә? Мына кісі? Бейімбет Майлин, иә? Бейімбет Майлин, дұрыс. Ыбырай Алтынсарин. Кел балалар оқылық деген кісі. Алихан Бөкейханов. Алихан Бөкейханов, дұрыс. Ильяс Жансүгіров па? Ильяс Жансүгіров. Мына кісі біздің бес арысымыздың ішінде. Мағжан Жұмабаев? Мағжан Жұмабаев, дұрыс. Ахмет Байтұрсыновқа ұқсайды. Ахмет Байтұрсынов, мына кісі. Қазір Оян қазақ деген киносы түсіріліп отыр ғой. Түсіріліп, уже кинотеатрғаларға шығып отыр. Міржақ Дулатұлы, иә? Сәкен Сейфуллин, иә? Сіз барлық сұраққа жауап бердіңіз. Құттықтаймын сізді. Театрға билет ұтып алдыңыз. Сізге электронды түрде жіберетін боламыз. Өзіңізге, иә, қазір? Жақсы. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен деген 25 қазан республика күніне орай ойын ойнатайын деп жатыр едім. Театрға билет ұтып ала аласыз. Сізде екі нұсқа бар, 5 сұраққа жауап беру және ірі тұлғалардың аттарын атау. Ірі тұлғалардың атын атауды таңдайын. Кеттік, онда бастаймыз. Мына кісі? Бейімбет Майлин. Бейімбет Майлин, дұрыс. Ыбырай Алтынсарин. Дұрыс. Болмет ұмытып қалдым. Ахмет Байтұрсынұлы. Қазір бізде Оян қазақ деген киносы. Мағжан Жұмабаев. Жоқ. Меді. Оян қазаққа әлі барған жоқпыз ғой, сол деймін. Авторы. Алихан Бөкейханов, жоқ. Міржақ. Міржақ Дулатов, жаңағы айтты.
Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мгм. Сәкен Сейфуллин. Мгм. Мынау тоже Жүсіпбек Аймауытов. Айтып тұрмын ғой, ойым бар ана жаққа кету керек болып тұр, кешіріңіз. Сіз 10 сұрақтың үшеуіне жауап бердіңіз, дұрыс. Жетеуі қате болды ма? Үшеуі қате, жетеуі дұрыс. Сәлеметсіз бе? Кешіріңіз. 25 қазан республика күніне орай сізбен ойын ойнатайын деп едім. Театрға 2 билет ұтып ала аласыз. Электронды түрде жіберетін боламын билетіңізді. 2 нұсқа бар бізде. Біріншісі тұлғалардың атын атау, екіншісі 5 сұраққа жауап беру. Қайсысын таңдайсыз? Екіншісі, да? Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін қашан алды? 91 год, 16 декабря. Аха, дұрыс. Екінші, ата заңымыз қашан қабылданды? 95 год, 30 август. Аха, дұрыс. Біздің елтаңбамыздың авторлары кім? Атап беріңізші. Шота Валиханов, енді Жандарбек Мәлібеков. Аха. Ал төртіншісі, Қазақстанның тәуелсіздігін алғаш таныған мемлекет. Турция ма? Аха, Турция, дұрыс. Қазіргі Қазақстан Республикасының әнұранының авторы. Нұрсұлтан Назарбаев, Шамшек Қалдаяқов, Жұмекен Жұмабаев. Назимеденов. Сіз толық сұраққа жауап бердіңіз. Құттықтаймын сізді. Рахмет. Электронды түрде сізге жіберетін боламыз. Рахмет көп-көп. Сау болыңыз. Сау болыңыз.